Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Шалы бір күні кемпіріне: кемпір, қамбаның түбін қақсаншы, елеуішпен елеші, қарны ашқан шалына бауырсақ пісіріп берсенші, депті. Кемпірі қалақша қолға алыпты, қамбаның түбін қағыпты, елеуішпен елепті, табақшаға салыпты, 2 уыс ұн болыпты. Қаймаққа ұнды елепті, дөңгелектеп алыпты, ыстық майға салыпты. Бауырсақты піскен соң атай баппен жейді деп суытуға қойыпты. Бауырсақ суып жатыпты, жатып ойға батыпты. Қашайын деп осы үйден бір ойғанақ бекіпті. Жақтаудан түсті сәкіге, сәкіден түсті еденге, табалдырықтан секіріп жетіп барды сенекке. Сенектен бетеді, аулаға шығып кетеді. Аулаға шығып алған соң домалап соқпақ жолмен ұзай кетеді. Жол бойымен домалап келе жатса бауырсақ, қарсы алдынан тап келді ұзын құлақ қоянық. Сонда қоян бауырсаққа: бауырсақ, мен сені жеймін, депті. Бауырсақ оған бұлай дейді: жей көрмей мені қояным, ән айтып берем тыңдағын, дейді. Жарайды, ендеше айта ғой, дейді қоян. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңлім шат, қымбаның түбін қырнаған, елеуішпен елеген, қаймақпенен елеген, күйдірмей майға пісірген, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қоян, сенен құтылу қиын емес болмаған. Осылай деп бауырсақ домалады. Аңқау қоян аңырап тұрып қалды. Бауырсақ домалап жөнеледі. Зыр домалап бауырсақ келе жатса, алдынан сұр қасқыр кездеседі. Бауырсақ, мен сені жеймін, дейді қасқыр. Сұры қасқыр: мені жемеші, ән салып берем тыңдашы, деп бауырсақ әндете жөнеледі. Менің атым бауырсақ, қызырып пістім көңлім шат, қамбаның түбін қырнаған, елеуішпен елеген, қаймақпенен елеген, күйдірмей майға пісірген, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қояннан да құтылдым, қасқыр, сенен сытылу қиын емес болмаған. Бауырсақ ары қарай домалады. Аңырап сұр қасқыр жолда қалды. Домалап бауырсақ тағы жөнеледі. Алдынан аю сонда кез келеді. Бауырсақ, мен сені жеймін, депті аю. Жей көрме аю атайым, тыңдашы, саған айтайын, деп бауырсақ әнін бастайды. Менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңлім шат, қымбаның түбін қырнаған, елеуішпен елеген, қаймақпенен елеген, күйдірмей майға пісірген, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым. Аю, сенен сытылу қиын емес болмаған. Осылай деп бауырсақ домалады. Аңыратып аю маймақ жолда қалды. Бауырсақ домалаумен келе жатты. Осылай талай белден асты. Домалап жол үстінде келе жатса, қу түлкі жылман етіп келе қалыпты. Бауырсақ, домалап қайда барасың, депті сонда түлкі. Жол жүріп кетіп барам, депті бауырсақ. Бауырсақ, мен сені жеп қоям, депті түлкі. Жемеші түлкі, ән салып берем мен саған, депті бауырсақ. Бауырсақ сонда: менің атым бауырсақ, қызарып пістім көңлім шат, қымбаның түбін қырнаған, елеуішпен елеген, қаймақпенен елеген, күйдірмей майға пісірген, атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым, қояннан да құтылдым, қасқырдан да құтылдым, аюдан да сытылдым. Түлкі, сенен құтылу қиын емес болмаған. Әнін жақсы-ақ бауырсақ, нашар еді бір құлақ, тұмсығыма шығып ап, айтшы бірші қайталап, дауыстап бір қаттырақ, депті сонда қу түлкі. Мақтанғанға мәз болды, тұмсығында түлкінің, бауырсақ солай ән салды. Сонда түлкі: тамаша екен үнінде, тағы бір рет айтшы тыңдайын, отырып алып тілімде, депті.
Бауырсақ түлкінің ойын түсінбеді, ойланбастан тіліне секіреді. Ап дегенде бауырсақ қу түлкінің аузында әп-сәтте күтірледі. Мақтаншақтық жақсы емес-ей, балалар деген оймен бітірдік ертегіні. Тыңдағаныңызға мың алғыс. Осы және басқа ертегілерді ертегілер кз сайтында таба аласыз.